Бірге мен Бақтияр достар. Бүгін біздер Morph Plus. Мен бұрында выживание түсірдім. Morph Plus мобтарға айналып кететін. Соны көбісі сұраған секілді, қалай оны жаздырады деп. Міне осылай жаздырады, қараңыздар. Бірінші біз осындай mods деп жазсаңыздар, Play Marketке mods add-ons for Minecraft деп жазсаңыз, осы шығады. Міне осыны шығарғаннан кейін осының ішіне кіреміз. Осының ішіне кіргеннен кейін оны қалай алу керектігін көрсетейін. Рекламадан шығып кету керек. Осылай кіреді. Кішкене ұзақтау болады. Күтесіздер. Қазір менде сет дұрыс ұстамай тұр. Кіресіздер. Поиск деп жазылып тұрған жерге кіресіздер. Ең үстіндегі соған ағылшынша жазыңыздар. Қате жіберсеңіз шықпайды. Қате жібермеу керек. Morph деп жазасыздар да. Плюс деп жазасыз. Сосын окей деген басып іздейсіздер. Осы іздегеннен кейін Morph Plus add-on in F4 деген басасыздар. Осылай. Осыны установить деген басасыздар. Рекламаны қарайсыздар. Болмаса қарап болғаннан кейін Open Game'ге кіресіздер. Open Game'ге кіргеннен кейін сіздер Майнкрафтқа кіріп кетесіздер. Осы Майнкрафтта Morph Plus істелінетін болады. Сосын играть басасыздар. Өзіңізге бір любой мир ашасыздар. Сол мирді ашқаннан кейін өздеріңіз білесіздер, выживание де ма, творческий де ма. Қазір сіздерге дұрыс көріну үшін мен плоский қояйын. Осы плоскийді қоям. Плоский қойылғаннан кейін біз эксперимент дегеннің бәрін басамыз. Ашамыз. Сосын editон дегенді басамыз. Сосын өзім басай берейін ана. Сосын жерде набор ресурсов дегенге кіресіздер да, міне Morph Plus F4 деп тұрады. Соған кіресіздер. Достарыңызбен ойнап, олармен бірге, оларды дәлсіз секілді осы модты қолдану керек үшін игроки должны принять добрый ресурсов дегенді басасыздар. Создат. Енді күтесіздер. Қазір істелінеді. Қараңыздар. Сосын қазір бәрін көрсетемін. Қалай істеу керек, қалай выживаниеде оны істеу керек. Сонда сіздер істелінеді. Экспериментті сосын editон дегенді басасыздар. Болмаса ол дұрыс істелінбей қалады. Және де бұда способностьтары да болады. Мысалы эндерменде. Міне осылай отырасыздар. Бірінші қазір от первого лицаға кіріп алайын. Күтеріңіз, от первого лицадан кіріп алайын. Достап. Осылай отырасыздар, секіресіздер. Өстіп секіріп, отырып секіресіздер. Таңыз қосылды мекен бұл. Настройкаға кіріп қара жерейін. Қосылды мекен. Қосылды. Отырып секіреміз. Достар, жаңа мен дейтін жатсеген кезде, модса кірген кезде, дәл сөйтіп жазған кезде менде болды ол мод, сол үшін де менде істемей қалды. Қазір ол модты удалить етіп қайтып жаздырып отырмын. Міне жаңағыдай дәл мен көрсеткенде істейсіздер, Майнкрафтқа кіресіздер. Жаңа дәл мен істегенде істейсіздер, просто менде істемей қалды жаңа, дұрыс. Ал міне істейміз. Загрузка өтеді, загрузка. 1.17 версиям, 1.17-де 11.01. Создать новый. Басасыздар. Создать новый да. Любой бір мир ашасыздар жаңа айтқанымдай. Тұтта қатық болды. Міне. Өзің білесің, выживание ма, творческий ма. Мен творческий аша берейін. Эксперименттің бәрін қосамыз. Мынаны да қосамыз. Наборы дегенде осы тұрады. Morph Plus активаттан кейін басасыздар. Міне қазір сіздерге көрсетейін мен дұрыстап. Қалай істеу керек, қалай істейді, қалай қосады ол модты. Қазір көрсетеймін. Қазір загрузка көп болып кетеді кейде. Создание мира көп болады, генерация ландшафта. Күтеміз. Достар, қазір кіргеннен кейін қосамын. Міне достар, кірді. Осы судың ішіне шықтым. Міне осында жаздыла шығу керек, сейілген болса аддон деп шығады.
отырасыздар, секретсе сонда тап он морфик деп жазасыз. Сонда міне бір жерді басасыздар, міне клосс зомби бәрін айнала аласыздар. Мысалы мен эндерменге айналғым келіп дәл солай бүйтесіздер. Өзіңнің способыңыз шығады. Телепортация аласыз любой жерге. Міне көрдіңіз ба? Көргендеріңіздей оп-оңай бәрі. Бірақ ол судан өледі. Выживаниеде болса. Ал енді осыны выживаниеде қалай істеу керектігін көрсетейін сіздерге. Қазір өздеріңізге айналу үшін тоқтаңыздар ма? Өтіп кеттім. Өздеріңізге айналу үшін бүйтесіздер. Міне любой моб бар. F4 мынау. Стив дегенді басасыздар. Міне өзіңіздің аттарыңыз болса, оны выживаниеде жасау үшін қазір көрсетемін. Выживаниеде қалай жасайды оны көрсетейін. Жаңа эксперименттің бәрін қосу керек. Біле, мысалы сиырды өлтіреміз. Осы сиырды өлтіріп аламыз. Сиырды өлтіргеннен кейін етін аламыз да, отырып тұрсақ, бізде міне сиыр бар. Басқа дым жоқ, өйткені біз сиыр қайнап кетеміз. Өйткені жаңағы тортскида емес пе, ешқандай моб аттар жоқ, бізде сол үшін де моб өлтіреміз. Мысалы сіздер мынада дәл қандай способность істесеңіздер, білмеймін, өзім де осыны түсінбедім. Бірақ тауықты да өлтіреміз, қараңыздар. Способностьтар бар өзінің. Любой болсын. Мысалы тауыққа айналғыңыз келсе, өз тауықты да өлтіресіздер. Не? Енді оның способностьі алыстан урон атпайды. Андай жаймен түседі да. Білесіздер ғой өзіңіздер. Не? Ұшып жүрген сияқты болады, бірақ жерге жаймен түседі. Не қараңыздар. Өз жаймен түседі, сондай способностьі бар. Сосын блазды білесіздер ме? Сотческіға өтейін. Осылай выживаниеде осылай істейсіздер. Енді міне способностьтарын көрсетіп шығайын. Мысалы бізде ең қызығы затталайық. Мысалы бізде затталсам екен мен. Выживаниеде де соның заттарын аласыздар. Мысалы мен бәріне танымал криперді алайын. Криперді осында жарып кетеді заттар. Выживаниеде де басып тұрасыздар, осының үстін жарасыздар. Бірақ өзіңіз адамға айналып кетесіздер қайтадан. Өліп кетесіздер да. Осылай достар, біздің видео соңына аяқталды. Осындай өте қызықты мод болды. Ал қалған ben оның модын шығарайын десеңіздер, шығару үшін осы видеоға лайк басып, подписаться етіп, комментарий жазып кетіңіздер. Өте қызықты мод.